Auru adamның алдына барған уақытта да дұға қабыл болады ағайындар. Ауру адамды зиярат қылып, барып, жаңаны алдында жағдайын сұрап, отырып, бізге де дұға қылып қойың деу керек. Себебі ауру адам енді ол дәріден үміт күтпейді, доктордан үміт күтпейді. Ол жалғыз Аллахтан ғана үміт. Оның жүрегі Аллаға байланып тұрған болады. Ауру адамның зияратқа барған адам өзді жәннатта жүрмін деп есептесін деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның мүбарак хадис шәрифіде бұған дәлел қараң. Ауру адамдарды зиярат қылуды әдетке айналдыруымыз керек. Біз өңке байларды әдетке айналдырып қойғанбыз айналуды. Немесе бір демалатын жерлерге барып, демалып, жүре бір дүниенің жұмысыны қатырғандай бір демалмасақ болмады деп. Қайсымыз айтамыз? Міне қазір ислам осыншалық келіп жатыр. Исламның дамуы үшін қайсымыз бір тырнақташа бір қызмет қылдық? Исламның өсуі үшін қандай қызметтер қылдық? Бәлкім өсуіне балта шауып жатқандығымыз ақиқат қой. Бірақ ауруларды зиярат қылайық. Баяғыда менің Нұрла Қари деген ұстазым болған, Алла рахметіне алсын. Әр айда жындығаныға барамыз ғой. Әр айда жындығаныға барады. Сонда енді біз жас жігітпіз, 17-18 жастағы барамыз. Bir gün сұрадым, ұстаз дедім, неге бұл жындығаныға келе береміз? Әкеңіз бар ма, ініңіз бар ма, шешеңіз бар ма, кім бар мына жерде дедім да? Неге келе береміз жындығаныға? Сонда жаңағы ұстазымның айтқаны, Абдығаппар, бұларды ойлайсың сен бишара деп қой деді. Iya dedi. Çok bunlar bişare емес. Biz bişaremiz. Bunlar en bақытты adamlar. Bunların aldığında kelegen vaxtda Allah'a şimdi xilasmen dua kılayık. Allah'ım sen mağan akıl verdin. Osa akıl bergenine şükür deyip dua kılayık. Allah'ım öler vaxtımda menin akılda alıp koymağın, bul akıl men birge imanda alıp koymağın ya Rabbi deyip sırayık. Sebebi bunlar külede masum. Akılda bergen Allah ne üçün berdi? Bu akılda toğluğumen istetip atırımız mı, istetmey jatırımız mı? Qarang densaulıqты da bergen Allah. Osu densaulıqты öz ornunda paydalanıp atırımız mı, paydalanmay jatırımız mı?